Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен қазіргі таңда барлық мастер-класстарда хит болып жатырған ұйғыр самсасының рецептімен бөлісетін боламын. Ендеше араңызда каналыма тіркелмеген жандар болатын болса, міндетті түрде төмендегі подписаться батырмасын баса кетіңіздер. Ең әуелі бізге електен өткізілген ұн және де холодильниктен шыққан салқын сары май қажет болады. Қолыңыздың көмегімен немесе терканың көмегімен осылай жақсылап өткізіп алып, біркелкі песочный тесто дайындайтын боламыз. Неке бізде осында песочный тесто шығады. Одан соң бізге 2 дана жұмыртқаның сары уызы және де 1 дана жұмыртқа қажет болады. Артынан қаймағымызды және тұзымызды қосатын боламыз. Қанша не керектігі жөнінде барлық қажетті заттарды төменге описание бөліміне жаза кететін боламын. Енді осы масымызды жақсылап вилканың көмегімен, қасықтың көмегімен жақсылап араластырып аламыз да бағанағы песочный тестомызға қосатын боламыз. Қолыңыздың көмегімен енді осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр жасап дайындайтын боламыз. Қамырымыз дайын. Енді оны осы арнайлап салафанға салып, небәрі 30 минутқа холодильникке салып тынықтырып аламыз. 30 минуттан соң мен осындай алып, теңдей 2 бөлікке бөліп, астың нанын жайған тәрізді қылып, үлкен қылып, барынша жұқа қылып жайып шығамыз. Жайып болғаннан соң арнайлап сары майымызды ерітіп, үстіне жағатын боламыз. Кесточканың көмегімен немесе қолыңыздың көмегімен жағып болғаннан соң екінші қамырымызды жаңағы елеп қойған тоже осының үстіне төсеп, оның да үстінен сары майымыздан, ерітілген сары майымыздан жағып шығамыз. Барлығын жасап болғаннан соң тура видеодағыдай шетінен бастап осылай көмкеріп, рулет тәрізді қылып осылай орап шығасыздар. Барынша ішіне ауа кіргізбей, барынша тығыздап, нығыздап орап шығыңыздар. Жақсылап арасында осылай қысып қойсаңыздар болады. Тығыз болу үшін артынан осылай дөп-тімлік қылып орап жібереміз де салафанға салып, бір түнге немесе 3-4 сағатқа міндетті түрде морозильникке салып алыңыздар. Сол кезде тестіңіз одан да жақсы болатын болады. Майы барлығы сіңіп, одан соң мен осылай арнайы самсалардың барлығының размерлерін бірдей болу үшін өлшеп алдым. 38-39 примерно салмақтарын сондай қылып алдым. Одан соң қолыммен көмегімен осылай шеттерін көмкеріп қойдым, илеуге оңай болу үшін. Салмасына менде сиыр етінен фарш және де пияз, дәміне қарай тұзы мен бұрышын салдым. Қалауыңызша дәмдеуіштер салсаңыз болады. Енді бағана өлшеп қойған самсамыздың тестоларын осылай шеттерін аз-аздап оқтаумен жайып шығамыз да, ортасына салмасын салып, тура видеодағыдай шеттерін осылай көмкересіз, әдемілеп. Қиын ештеңесі жоқ. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өте әдемі болып шығады, дастарханыңыздың сәнін алып. Одан соң осылай пергаментімізге үстіне самсаларды салып, сыртын жұмыртқамен майлап, жаңағы кунжутымыздан теуіп, алдын ала қызып тұрған духовкаға 220 градус 25 минутқа пісіріп аламыз. Мінекей біздің самсаларымыз дайын. Өте керемет болып шығады. Міндетті түрде бағалай кетіңіздер. Каналыма тіркеліп